Ноха. Мамыт атамның Орха, Ноха, Қорғанбай деген 3 ұлы бар. Әсем, Гүлзейнеп, Седепгүл, Олжагүл деген 4 қызы бар. Бәрінің анасы Арзыкүл апам. Бұл үй балалы үй. Шынында да базар еді. Мамыт атам қатал, түкістеу көрінгенімен, бір ата Тоқсанбайдың бас көтерері, дәулетінен бөліп берері болмаса да, медет тұтатын панамыз сияқты. Бірақ бөліп беретін дәулеті де шамалы. Сонда да сол үйден шықпаймыз. Арзыкүл апамның кеңдігінен шығар, кет демейтін. Қыстың тұнжыр күндерінде көбінесе сол үй бізге жылы ұя сияқты болатын. Бүкіл ауылда газет жаздырып алатын бірен-саран қисса кітаптары бар, тегі осы еді. Газетін оқып түсінбесек те, үлкендер дауыстап оқыған қиссалар біздің мектебіміз еді. Әкем өзі қолымен соққан мектепке барғым келеді. Бұл сірә 1940 жыл болар. Алыста, беймәлім Сібірде Мұртаза қайтыс болды деп қара хабар келген жыл. Айша бетін айғыздап, қара жамылған жыл. Мен 8-ге толар-толмас жыл. Сірә 1 қыркүйек шығар. Мектепке лек-легімен ағылған балалардың тобына қосылып, мен де бардым. Мұғалім мені қабылдамай қайтарып жіберді. Жасың толған жоқ деді ме, әйтеуір кластан шығарып жіберді. Есімде, 1937 жылы Мұртазаны тұтқындарда осы мұғалім понятой болған. Кейін ойласам, мені халық жауының баласы деген екен ғой. Оны мен білмеймін. Жылап үйге қайтып келе жатыр едім, алдымнан Ноха көкем шыға келді. Кім тиді? Ешкім. Енді неге жылайсың? Ағай мектепке алмай қойды. Қай ағай? Анау. Мен атын атай алмадым. Булығып сөйлей алмадым. Жүр, деді Ноха басымнан сипап. Жолдағы сайдан өте бере құм қайнарынан шымырлап шығып жатқан бастауға алып барып, өз қолымен беті қолымды жақсылап жуды. Сірә қожалақтау болсам керек. Өзінің қалтасынан бет орамалын алып, бет аузымды ысқылап сүртті. Өсіңкіреп кеткен шашымды сулап, өз тарағымен түзетіп қойды. Қолымнан қысып ұстап класқа кірді. Қара бұжырлау жуан мұғаліммен сөйлесіп отыр. Не жөнінде екенін аса ұққан жоқпын. Біраз айтыстан кейін мұғалім мені аса жақтырмай, анау артқы партаға барып отыр, деді. Не дәптерім, не қаламым жоқ. Мен тұңғыш рет шәкірт ретінде партаға барып отырдым. Сөйтсем, Ноха көкем комсомолдың бастығы екен. Мұғалім, сірә директорда болар. Ноханың айтқанымен санаспай тұра алмайды екен. Ертеңіне Ноха көкем маған бурнедан әліппе кітап, бірнеше дәптер, қара қалам, түсті қарындаш әкеп берді. Айша оларды салатын сөмкені матадан тігіп берді. Сірә 1941 жылдың күзі болар. Ноханы әскерге алды. Маңдайы жарқыраған, жүзі нұр шашқан сұлу жігіт еді. Мамыт атам сақалы көз жасына боялып жылады. Ол кісінің жасығанын көргенім сол. Артынша Орқаны да кетті. Орқа соның алдында ғана Фин соғысында болып қайтқан. Ал бұл жолы Мамыт атам өкіріп жылады. Екі ұлының да енді қайтып оралмасын сезгендей, жер сабалап жылады. Соңғы хат Нохадан Курляндия соғысынан келді. Қайтып хабар болған жоқ. Осы күні қолымда бел ортасынан жыртылған суреті бар. Солдат киімі. Сірә адамның жасаң осындай-ақ болар. Маған қарайды да тұрады. Тіл жоқ. Мен 60-тан асып егде тарттым. Ол әлі жап-жас, уыз жас. Үйленген де жоқ, ұрпағы да жоқ. Тым болмаса қағазда аты қалсын деп әңгімеме қостым. Сонау бір туысқандық мейіріміне сәл де болса қайтарған. Қолымнан келген жақсылығым осы ғана. Алла иманыңды салауат қылсын, көке.